Саламатсыңдар оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ақпараттық цифрлық тасымалдаушылар. Бүгінгі сабақта үйренетініміз ақпараттық цифрлық тасымалдаушылармен танысып, цифрлық тасымалдау құрылғыларын сипаттау. Ұзақ ғасырлар бойы жалғыз ақпарат көзі қағаз болды. Ал 20 ғасырда ақпараттың цифрлық тасымалдаушылары пайда бола бастады. Иілгіш магниттік диск, оған дисктер жатады. Дисктің көлемі бірнеше мегабайттан тұрады. Олар 1970 жылы және 1990 жылы аралығында қолданылды. Көлемі жағынан аз ақпарат сиятын болғандықтан, олар қолданыстан шығып кетті. Ленталық ақпарат тасымалдаушылар, олар өте жұқа магнитті лентадан тұрады. Оларға таспалар, аудиотаспа және видеотаспа жатады. Көлемі бірнеше мегабайттан бірнеше гигабайтқа дейін барады. Оптикалық диск тасымалдаушылар, оларға CD, DVD, Blu-ray тасымалдаушылар жатады. Көлемдері бірнеше гигабайт болады. Тағы да бір дискілердің түрі қатқыл магниттік диск. HDD, hard диск, драйв немесе винчестер. Компьютерде негізгі есте сақтау құрылғысы. Көлемі үлкен, бірнеше гигабайттан бірнеше терабайтқа дейін. Қатқыл диск ішкі және сыртқы болып екіге бөлінеді. USB флеш жинақтауыш. Көлемі бірнеше гигабайттан тұрады. Бұлардың макро SD, микро SD деген түрлері бар. Ақпараттық технологиялардың дамуына байланысты сақтау құралдары мен тасымалдау құралдарының сыйымдылығы жылдан жылға артып келеді. Қазіргі кезде ақпарат тасымалдауға тасымалдауыш құралдары қажет емес жадтарда бар. Олар электронды пошталарды немесе әлеуметтік желі қызметтерін пайдаланады. Балалар, ал енді сұрақтарға жауап берейік. Ақпарат тасымалдау дегенді қалай түсінесің? Қандай тасымалдау түрлері ыңғайлы? Ақпаратты тасымалдау құралдарына нелер жатады? Ақпарат тасымалдау дегенді қалай түсінесің? Ақпарат тасымалдау дегеніміз ол бір ақпаратты немесе мәліметті басқа жерге немесе басқа адамға жеткізу. Қандай тасымалдау түрлері ыңғайлы? Тасымалдау түрлеріне ыңғайлылар олар қатты дисктер, флешкалар, қағаз. Ақпаратты тасымалдау құралдарына оларға қағаздық, магниттік, оптикалық тасымалдаушылар жатады. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Сергіп демалып болсаңдар, балалар, сендерге тапсырма. Сандық тасымалдауыштар түрлерін топтаңдар. Қайсы қағаздыққа жатады, қайсы магнитке, қайсы оптикалыққа. Мына жерде карандашпен белгілеулеріңе болады, немесе сөзбен айтуларыңызға болады. Қағаздыққа жататын ол кітап, магниттікке жататын олар стримелер. Оптикалыққа CD, RV, DVD, RV, дискета, винчестер жатады. Пернетақта, фотоаппарат, қатты диск. Жүйелік блок, мәліметтерді сақтау, файлды шығару, ақпарат сақтау. Маған телефон маңызды сабақ оқуға, сосын ноутбук, ол да сабақ оқуға. Телефон желінде планшет маңызды. Керек цифрлық құрылғыларға оларға ноутбук пен смартфон жатады, себебі олар сабақ оқуға қажет. Маған телефон өйткені ол сабақ оқуға маңызды болады адамға.
Бірінші мен мой компьютерге кіремін. Онда кіріп флешка жадының атын өзгертемін. Өзгертіп болған соң флеш жадын форматтадым. Компьютердегі папкіден флеш жадына ақпарат жазып жібердім. Содан соң ол ақпаратты компьютерге көшірдім. Флеш жадына кіріп ақпаратты өшірдім. Ойын сөз құрастыру. Әріптер адасып кетіпті. Әріптерді орнына қою керек. Жауабы дискетта, флешка, винчестер. Балалар, мына жерде сілтемеге кіріп, дұрыс жауапты таңдаңдар. Енді сабақтың соңында балалар, сендерге 3 алма беріледі. Қызыл алмамен сендер сабақты мүлдем түсінген жоқпын, қиын болып, қызымес болып деп жаңағы білдіресіңдер қызыл алманы алсаңдар. Жасыл алма өте тамаша, ұнады, түсінікті дейсіңдер. Сары алма, кішкене сұрақтарым бар. Егер осындай жауаптарың болса, таңдайсыңдар.